ма? Мен танымадыңыздар ғой деймін, базарда ашмақ сататын Райханның байымын ғой. Райхан 1 ай болды, босанып, баламен үйде отыр. Орнына мен сығып жүрмін. Шынымды айтайын, сауда саттыққа жоқпын. Есеп білмеймін, ақша санай алмаймын. 500 теңге берген адамға 5000 теңге сдача берген кезім есіме түссе, өзімді дек көріп келемін. Оның үстінде базардың бандиттері күн көрсетпейді. 1-2 бандит жігіт бар. Базардың кіреберісінде мені күтіп отырады. Ақшаны тартып алады, жаяу қайтамын. Кейде задний ходтан тығылып шығамда автобуспен қайтамын. Ақта болмаған күні үшеуміз де жаяу қайтамыз. Бір күні қызық болды. Базар тарқай бастады, заттарын жинап алып шығып келе жатыр едім. Екеуі мені шыға берісте күтіп отыр екен. Көрдім де тоқтап қалдым. Сөйтіп тоқтама, келе бер деді. Туй, бүгін де жаяу қайтатын болдым ау деп келе жатыр едім. Қарасам, жерде темір арматура жатыр екен. Қасына келдім де тоқтадым да, не болып қалды жігіттер дедім. Сөйтіп мына чмоға жан бітіпті ғой, бер кел деді. Бармайым, өздерің келіңдер дедім. Біз барсақ жылайсың ғой деді. Индийский киносың ба не дедім. Сөйтіп екеуі маған қарай жүрді. Күтіп тұрдым, жақындасын, арматураны алып бастарын жағам деп. Бір кезде жақындай бастады. Қой, арматураны ала берейін деп, еңкейіп алайын десем, арматура алынбайды. Сөйтсем, арматура 1 метр жердің үстінде, 5 метр жердің астына кіріп бірген ғой. Сол жерде 2 сымсыңды. Қазір жүргендердің арасында сықырып қойып сөйлеп жатып. Бұл енді тістің сынған әңгімесі. Енді қолдың сынған әңгімесін айтып берейін. Райхан екеуміз тойға бардық. Той басталды. Біздің дастарханды басқарып оқыған жігіт анекдот айта береді екен. Зорға шыдап отырдым, күлуге ұялдым. Қалай күлесің? Бір кезде құлағымнан түтін шыға бастады. Сыдайыма келдім, ха-ха-ха деп күліп, Райханның абыройын түсіре салдым. Бәрі күлді қалды. Бір уақытта жан жігіт тұрды да, братан, тіліңізге сквозняк ұрмай ма деді. Намыстанып кеттім де, не айтып тұрсың деп, бытшы төбелес басталды, екеуміз қатты төбелестік, быт-тыт болдық. Бір кезде ажыратып алып, тойдан қайттық. Қайтып келе жатқанда тойда бір құдашаның белінен ұстап билеген Райханның есіне түсіп кетті да, сол жерде қолым сынды. Ой, қолым, бұның өзінде де сол керек. Құдашамен билеп алып, белден төмен қарай қыдырып кетті ғой деймін. Бұның да түмейтін жері жоқ қой. Бірақ Құдайға шүкір, қолым сынды, тісім сынды, қалған дене мүшем аман болғанда ғой, шіркін, аяқ та сынды. Бұл аяқтың сынған әңгімесі ойсын комедия. Баламның мектебіне бардым, ата-аналар жиналысына. Bir кезде мұғалімдер айтты, әкелер мен балалар қосылып футбол ойнайсыңдар деді. Ойнайық, поляға шықтық. Ой, футбол ойнамағалы қанша жыл болған. Футбол басталды, тілім салақтап, көзім алақтап, су ішіне ұрып, өліп бара жатырмын. Зорға жүрмін, воротада тұрмын ғой. Сонымен бір уақытта біздің бір баланы аналар шалып құлатты. Пенальти дедік бәріміз. Сонымен пенальти берді. Мен темем дедім. Теміңіз деді пацандар. Сонымен допты ортаға қойдым. Артқа 10 сақ жүрдім да жүгіріп кеп допты теуіп қабем. Доп воротаның сеткасын тесіп өтті. Гол деп жүгіріп келатып, оянып кеттім. Сөйтсем түсім екен. Пенальтидегі доп Райханның басы екен ғой. Сол жерде аяғым сынды. Аяғым Райханның басын тепкеннен сынған жоқ. Райхан балтамен ұрғаннан сынды. Жүрген жерім катастрофа. Енді бұдан кейін барма, мектепке бармайым, футбол ойнамайым, базарға шықпайым. Өзіммен өзім тыныш жүрмесем бар ғой.